Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бұл Бакрум. Сіздер криперді білесіздер, сіздер крипер қалай пайда болды? Ал нотч оны қай оймен салды деп ойлайсыздар? Оның қалай бұған дейін фантазиясына жетті деп ойлап көрдіңіздер ме? Білесіздер, барлық криперлер олар адамның үйін жарып, немесе хардкордағы мирін жоғалтып, надоел моб негізі, және де оның оның бастапқыда сіздер ойлауыңыздарыңыз мүмкін, ол қалай, ол растение ма, ол не вообще? Шынайы айта келсек, негізі крипер вообще ол қате болған. Оны вообще нотч ойынға қоспап еді, бірақ ол анандай шошқаны жасап жатқанда бір басқа анандай код кетіп қалған, қате код кетіп қалып, және де ол вообще растенияға келмейді, достар. Өйткені оның жарылғышы бар. Және достар, қараңдар, разработчик оның денесін осылай ішіндегі динамит және оның скелетін салған болатын. Достар, қарап отырсаңыздар, разработчик оны осылай суретпен мәлімделген. Негізі крипер пайда болуына себепші болған шошқа. Бәрі шошқадан басталды, достар. Мен сіздерге айтып өткендей, сосын осы модульді теріс кетіп қалған, достар. Шошқаны жасап жатқанда модулі теріс кетіп қап, сосын осындай ұсқынсыз бір странный моб шықты. Моб шыққаннан кейін, сосын осы мобты қарсылас болып, осылай моб болып шықты. Достар, бұл видео 2 минутқа ғана созылды. Сіздер осындай қызықты деректер. Сосын осылай шыққаннан кейін оны жарғыш қылдырып, оны әдейі мешать етсін деп игроктарға сосын осылай болып моб қылдырып қойды. Сол, достар, сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, көптеген информация мен каналымнан видео күтсеңіздер, тіркеліп қойдыңыздар, мені жоғалтып алмау үшін. Достар, айтыңыздаршы, сіздерді крипер неше рет өлтірді, неше рет жындарыңызға тиіп, үйлеріңізді жарып кетті? Комментке жазып білдіріп кетіңіздер.